Пері мен пенде. Журналистің жүрмейтін жері бар ма? Бірде жолым түсіп, Қызылорда облысының Қазалы ауданына бара қалдым. Сондағы Нұрсұлтан есімді тарихшы танысымнан адам сенгісіз бір қызық әңгіме естідім. Майын тамызып айтып бергенде аузымды ашып көзімді жұма беріппін. Бұны қайдан естідің дедім, таңданысымды жасыра алмай. Осындағы Бекен ақсақалдан деді ол, ағынан жарыла. Сол кісінің өзіне жолығуға бола ма деймін, қызығушылым одан сайын артып. Неге болмасын? Аузын ашса жүрегі көрінетін көркем мінезді жан деді Нұрсұлтан құрдасым. Бізге құда болып келеді. Мен жіберді десең болды, жылы қабылдайды. Өзі де қонақ, жатырқайтын адам емес. Содан тағат таба алмай, сол күні-ақ түс ауа Бекен қарттың үйіне арнайы ат сабылтып іздеп бардым. Қаланың шет жағындағы 2 қабатты еңселі қызыл үйде тұрады екен. Есікті ақсақалдың өзі ашты. Жасы 80-нен асып кетсе де, әлі тың, бақуатты көрінді. Жүріс-тұрысы да ширақ, сөзі де түзу. Емен жарқын амандасты. Алдымен тарихшы танысымның сәлемін жеткізіп, содан кейін өзімді таныстырып, келген шаруамды айтып едім, сәл жымиды да. Бұл өзі ұзақ әңгіме. Мен алдымен намаз оқып алайын. Сен мұнда отыра тұр деді. Қонақ бөлмеге бастап кіріп. Өзі аялдамастан бүйірдегі екінші бір бөлмеге өте берді. Келінжан, шай дайында. Мына бала сонау Астанадан келіпті. Жазушы екен деді, даусын сәл көтеріп. Ауызғы бөлмеден Жақсы ата деген әйелдің сыңғырлай шыққан даусы естілді. Мен жасыл барқыттан тысталған диванға қонжия кеттім де, жан-жағыма бағдарлай көз тастадым. Қақ төрде қызыл қоңыр гарнитур тұр. Ішкі жағына әртүрлі шыны ыдыстар қойылған. Сол жақ қабырғаны сан түсті бояумен түрленген түкті кілем тұтастай жауып тұр. Ал оң жақта рамаға салынған ескі фотосуреттер ілінген. Ортада үлкен үстел. Бір кезде басына ақ орамал жартқан орта жастардағы қараторы келіншек кірді. Сыпайы амандасты да дастархан жайып шай жасай бастады. Көп ұзамай ақсақал да келді. Әйел буы бұрқыраған шәйнекті алдымызға қойды да шығып кетті. Шайды ақсақалдың өзі құйды. Алдымен қай жақтан қай рудан екенімді сұрады. Мен ештеңе жасырғам жоқ. Содан соң барып негізгі әңгімеге көшті. Иә, дұрыс айтасың балам. Оның адам сенгісіз әңгіме екені рас. Бірақ мен өтірік айтатын адам емеспін. Кәрі қойдың жасындай өмірім қалғанда жалған сөйлеп пұшпаққа шыға қоймаспын деді. Салмақтай сөз саптап. Жоқ ата, о не дегеніңіз? Мен сізге толық сенемін дедім. Сөзімді нығырлай түсіп. Айта беріңіз. Ендеше тыңдап алам. Бекен ақсақал әңгімесі бастады. Қайта-қайта шоқша сақалын тарамдап қояды. 60-қа таяп қалған кезім. Ол кезде бәйбішемнің көзі тірі. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, мойнымыздан ауыр жүк түскендей алаңсыз ғұмыр кешіп жатқан күндердің бірінде аяқ астынан кенже келінімнің денсаулығы сыр беріп, сырқаттанып қалмасы бар ма? Алғашқында онша мән бере қойған жоқпыз. Бірте-бірте мінез құлқы өзгеріп, күйде ұстамасы ұстап қалатын болды. Сөйтсек, құс аурумен ауырады екен ғой байқұс бала. Құс қайтқанда немесе қайтып келгенде дерті тіпті қозып кетеді екен. Жалпақ тілмен айтқанда көтеріліп ауырады. Содан қаратпаған дәрігеріміз, апармаған ауруханамыз қалмады. Бірақ ем қона қоймады. Сөйтіп жегеніміз желім, ішкеніміз ірің боп жанымыз жадап, жүдеп жүргенде әлдебіреулерден Қазалыда үлкен бір бақсы бар. Зікір салып, құс ауруын емдейді дегенде естідім. Кеңес дәуірінің дүрілдеп тұрған кезі. Онша сене қоймасам да кейін бармағымызды тістеп қалып жүрмейік деген оймен бағымызды тағы бір мәрте сынап көргім келді. Ол кезде біз көрші ауданда тұратынбыз. Содан бір құдайға сыйынып, ұлымыз екеуміз келін баланы ескі жигулимізге отырғызып алып, Қазалыға жол тарттық. Сұрай-сұрай Меккеге де барарсың демей ме? Оған қарағанда мына тұрған жер емес пе? Бақсыны тез таптық. Жеркепе сияқты кішкентай тоқал тамда тұрады екен. Сыртынан шелек, шылапшын сияқты темір терсекпен жамап жасқап, бастан аяқ қаптап тастаған. Есігінің алдында ит, мысық, тауық, қаз сияқты үй жануарлары қаптап жүр. Бақсының аты Паудин екен. Қазақ па өзі деймін есіміне қарап. Нағыз қазақ. Қазақ болғанда да міне мынау қазақ деп
ұялмай көрсететін түр тұлғасы келісті адам екен. Сол кездері 80-ге келсе де, қолда аяққа тұрмай лыпып тұр. Көзі сондай өткір, жүзіне тура қарай алмайсың. Құдай бойына ерекше күш қуат берген жан екені бірден аңғарылады. Баппен сөйлеп, бәрін ынты-шынтысымен түсіндіреді. Кемпірі неміс, қазақша судай ағып тұр. Басқа ұлттың өкілі болса да, жүзі жылы, иманы бетіне үйіріліп тұрған мейірімді жан екен. Айтары жоқ, бір-біріне бап қосылған. Келген жағдайымызды айтып едім, екеуі де елпек қағып, құрақ ұшты. Адамды жылы сөздермен-ақ емдеп жіберетіндей. Бақсы тек қана жасыл түсті қазақы киімдер киеді екен. Басында жасыл пішпен тысталған үкілі құндыз бөрік, үстіне жасыл бешпент. Иығына іліп алып жүретін құндыз жағалы ұзын шапаны мен іш жағынан киген, жейдесінің өзі жасыл матадан тігілген, бұтында жарғақ шалбар, аяғында кебісті мәсі. Қолында жыланның қабығына ұқсас сұрғылт затпен қапталған ұзын аса таяғы бар екен. Ауруларды сомен түртпектеп емдейді екен. Келінімді көріп, түшкіріп пысқырып отпен аластап, сумен ұшықтады. 7 түрлі шөпті суға қайнатып